Кейбір қазақстандықтар алған зейнетақысын қайтаруға мәжбүр болуы мүмкін. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова елімізде заңсыз зейнетақы алған кейбір қазақстандықтар бұл ақшаны бюджетке қайтаруға міндеттелетінін мәлімдеді. Жақыпованың айтуынша, мұндай азаматтарға қатысты материалдар қаржы мониторингі агенттігіне тапсырылған. Олар тергеу жүргізіп, нақты шығын көлемін анықтайтын болады. Сонда кімдердің зейнетақысы қайтарылуы мүмкін? Қанша уақытқа дейін алған зейнетақысын қайтаруы мүмкін? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова елімізде заңсыз зейнетақы алған қос азаматтығы бар қазақстандықтар бұл ақшаны бюджетке қайтаруға міндеттелетінін мәлімдеді. Жақыпованың айтуынша, мұндай азаматтарға қатысты материалдар қаржы мониторингі агенттігіне тапсырылған. Бұл туралы Тенгриньюс порталы хабарлайды. Уәкілетті орган қаржы мониторингі агенттігі залал мөлшерін анықтауы керек. Барлық материалдар жіберілді, тергеу жүріп жатыр, және бұл сомалар қалпына келтіріледі деп ойлаймын, деді министр. Бұған дейін еңбек министрлігі зейнетақы мен жәрдемақы төлеуді шектеуді ұсынған болатын. Түзетулерге сәйкес, олар тек Қазақстанда тұрақты тұратын және тұруға ықтияр хаты бар азаматтарға ғана тағайындалады. Министр Светлана Жақыпова жаңа ереженің Қазақстанда тіркелген және шетелге уақытша ғана шығатын зейнеткерлерге әсер етпейтінін түсіндірді. Мұндай жағдайларда төлем тоқтатылуы мүмкін, бірақ олар қайтарылғаннан кейін толығымен төленетін болады. Бүгінде біз зейнеткерлердің Қазақстанда тұрмайтын және қос азаматтығы бар елден тыс жерлерге шыққан жағдайларын анықтадық. Сондықтан қазір тек зейнеткерлерге қатысты ғана емес, сонымен қатар тұрғылықты жері бойынша тіркелу талаптары да қатаңдатылды, деді министр 8 қыркүйекте үкімет отырысында. Бұған дейін Ресейде тұрып келген Қазақстан азаматтары, яғни екі жақтан да зейнетақы алғаны туралы мәліметтер шыққан болатын. Светлана Жақыпованың айтуынша, зейнеткерлер Қазақстан, Ресей және Өзбекстанда бір мезгілде төлем алған жағдайлар болған. Еске салайық, Қазақстан халқына жолдауында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев зейнетақының төмен деңгейін сынға алып, тапсырма берген болатын. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова жаңа ереженің Қазақстанда тіркелген және шетелге уақытша ғана шығатын зейнеткерлерге әсер етпейтінін түсіндірді. Мұндай жағдайларда төлемдер уақытша тоқтатылуы мүмкін, бірақ олар елге қайтып келгеннен кейін толығымен төленетін болады. Алдағы уақытта азаматтар тұрғылықты мекенжайына тіркелу жағын мұқият болғаны дұрыс. Өйткені өткенде ғана тұрғылықты мекенжайы тіркеуі жоқ азаматтардың жәрдемақысы мен зейнетақысы уақытша тоқтатылуы әбден мүмкін екендігі туралы хабар жарияланды. Сондықтан да зейнетақы мен жәрдемақы алатын азаматтар өздерінің тұрғылықты мекенжайына мұқият болғаны дұрыс.